Оған дейін бардым, ол жол өтпейді. Енді менің ойым ол басында жіберіп алған ғой. Өйткені ол жерде бір егер аятқа қарасаңыздар, егер олардың шектен шығуынан қорықсаңдар, не дейді бірінші кезекте? Оларға уағыз айтыңдар дейді. А менің уағызым өтпей тұрды оған. Неге? Өйткені менде абырой жоқ. Мен сонымен жұмыс істеуім керек деп түсінемін да. Екінші қадамға өтпей тұрып. Яғни мынамен жұмыс істеуім керек та мен. Маған әлі работать қойым жерде. Біраз нәрсе бар да. Ал енді мен не істеймін? Бірден жаңа оңайы төсекті тастап қою, болмаса ұрыңдар деп айтқан деп шүкө бірақ секірем да. Ең оңайы сол да маған. Мәселе шешілген жоқ. Өйткені мен бірінші шартты орындамай тұрмын ғой. Уағыз айтыңдар деп тұр. Ал біздің психологиямыз қандай? Сіз мектепте оқып жүрген кезде бір еске түсіріңізші. Бір мұғалім жек көрдің, соң сабағын оқымайсыз да, сабағын жек көресіз оның. Кабинетін бәрін жек көресіз оның. Неге? Өйткені мұғалім сізді ұрысқан, әйтеуір бар ма ондай? А енді бір мұғалім жақсы көресіз, ұялғаннан пәнді оқып барасыз деймін, ұнамаса да пәні. Сол үшін психологияда мындай нәрсе бар екен да. Егер адам тұлғасын қабылдамаса, оның сөзін қабылдамайды екен да. Өте маңызды мәселе бұл. Сіз үшін біреу авторитет болмаса, мысалы білмеймін, біреу бір парақорда сөйтіп барып сізге адалдық туралы айтса. Қалай өте ме сөз сізге? Өзі маскүнем арақ ішеді, содан кейін сізге айтады жаңағыдай, балам ішпеші дейді. Талайдан естідік қой, өзі бүйтіп тұр. Жігіттер біздің қайталамаңдар деп тұрады да. Өте ме оны өтпей ме? Енді авторитет ретінде деген ма енді? Айтпағым, менің абыройым болу керек, сөзім өту үшін. Өйткені қараңыз, мен не істеймін? Оған әйеліме көмектесуім керек. Не нәрсеге? Маған құрметтеуге. А маған қандай көмек керек? Оған абырой болу керек. Абыройлы болу керексіз. Сол кезде ол сізді құрметтеуге не істейді? Ойлаңызшы, сіздің туысқандарыңыздың ішінде де әйеліңізге бәрі бірдей емес. Ішінде абыройлысы болады. Сосын мынадай бір қызық нәрсе бар ерлі-зайыптылардың ортасында. Күйеу біреу жек көреді ғой, әйелді жек көреді оны. Байқайсыздар ма сонда? Күйеу жек көрген адамды әйел жек көреді ғой. Әйел білмейді оны, танымайды, бір ештеңе болмаған. Немесе күйеу бар ғой, аузынан су ағып біреуді мақтай береді, әйелінен сұрасам, ол күшті адам ғой дейді ол. Ол бірге болмаған, отырмаған, шай ішпеген, онымен ешқандай бір несі болмаған, араласып болмаған оның. Бірақ күйеу жақсы мақтай береді әрдайым оны. Талай етіп отбасылардан сондай нәрсені көреміз да. Бір-бірінің көзілдерін киіп алған ғой. Сосын әйеліңіздің туысқандарын сіз біреу жек көресіз, неге? Өйткені әйелің жек көреді оны. Ондай нәрсе бар дейді психологияда. Сол үшін біз не болуымыз керек оның алдында? Сіз сөзіңіз өту үшін сіздің тұлғаңыз қабылдану керек қойған.